Сәлем оқырман. Бота мен Шерхан Жігер Шерханұлында бүгін көрсеткен болатын. Енді жанұя болып қыдырыстап жүр. Баламыз екеуміз мамасына қарап тұрмыз. Абайла. Әне. Өте көп пікірлер, тек бақыт тілеп жатқан жан көп. Тфай көз тимесін балапанға, кімге қатты ұқсайды, ойыңызды жаза кетіңіз. Жігер үшін қайта қосылғаны енді жақсы болды. Толыққанды отбасыға не жетсін. Бақыттары көпке созылсын, үлкен махаббат тілейміз екеуіне де. Сезім болғасын, бала болғасын қосылды деп ойламыз. Екеуі бақытты кеш өткізіп жүр енді. Қайырлы кеш болсын. Балам екеумізден жалынды сәлем. Торговый центрде бірге уақыт өткізіп жүрген жағдайымыз бар. Жалпы рахмет құттықтап жатқан жандарға. Көз тимесін, өздеріңіздің де отбасыларыңыз аман болсын. Тек тамсанып қарайтын жұп. Керемет көрініс, Жігер әкесі мен анасының қасында өсуі керек. Шерхан болса бір жанұялық видеоларын жүктеген болатын көрейік. Ой достар, шаршадық. Аллаға шүкір, шаршадық, осылай шаршадық. Балам да ұйықтап жатыр. Осылай балаңды алып келіп, ойнатып жүрсең, бір өзің де бала сияқты болып кетесің. Жігер Шерханұлында бүгін көрсеткен болатын. Тфай көз тимесін балапанға, кімге қатты ұқсайды, ойыңызды жаза кетіңіз. Бала үшін қайта қосылғаны жақсы болды. Жанұя деген бөлеккі, бала әкесінің қасында өсуі тиіс. Бақыттары көпке созылсын, үлкен махаббат тілейміз. Шерхан көптен бері Ақботадан бір мүмкіндік сұрап жүрген еді. Ал міне сол күнге де жеттік. Бота мен Шерхан бүгін қосылғаны туралы айтқан болатын. Әдемі видеомен махаббат, төзімділікті талап етеді. Сезім, сенімділікті қажет етеді деп жазулар қалдырып. Шерхан берілмей, Ботаның қырсығына қарамастан қосылуға соңғы мүмкіндігін алған болатын.